Баршаңызға сәлем, құрметті ұстаздар. Бүгін біз сіздермен тағы да бір креативті құралды үйренетін боламыз. Және ол креативті құралдың аты VideoScribe деп аталады. Ол үшін ең бірінші videoscribe.co сайтына кіресіз. Сілтеме осы видеоның сипаттамасында болады. Сол кезде сізде осы бет ашылады. Енді бірден айту керек, бұл сервис ақылы және де бағасы да арзан емес. Ең алдымен осы прайсинг бөліммен танысып кетейік. Мұнда сізге 3 түрлі тариф ұсынады. Біріншісі ай сайынғы, екіншісі 3 ай сайынғы, яғни quarterly план деген 3 ай сайынғы, және соңғысы ол жылдық тариф. Енді бағасы сәйкесінше көріп отырсыздар. Айлық план ол $17.5, ал 3 айлық план ол $35, ал жылдық план ол $96. Егер де жылдық план алатын болсаңыз, онда ол аймайға шаққан кездегі құны өте арзан болады. Енді бұл пландарды бір мұғалімге сатып алу қиын болуы мүмкін, сондықтан мынандай бір жолы бар. Сіз өзіңіздің кафедраңызбен немесе әдістемелік бірлестікпен бірге отырып алатын болсаңыздар, бұл план өте арзанға соғуы да ықтимал. Егер де прайсинг бөліммен таныс болсаңыз, онда платформамен жұмыс жасауды бастайық. Ол үшін мұндағы оң жақтағы жоғары тұрған аккаунт бөліміне кіресіз. Себебі біз ең алдымен бұл сервиске тіркелуіміз қажет. Аккаунт бөлімін басқан кезде сізде бірден сервиске кіруді сұрайды. Ал егер де сіз бұған дейін тіркелмеген болсаңыз, онда мұндағы Sync Up Here батырмасын басасыз. Сол кезде сізден мына бір ақпараттарды сұрайды. Ең алдымен first name, ол сіздің атыңыз. Ал last name, ол сіздің фамилияңыз. Email адрес, ол сіздің электронды мекен жайыңыз. Және де confirm email адрес, ол сіздің яғни электронды мекен жайыңызды растау, яғни екінші рет жазу, және де құпия сөз. Осыларды енгізіп болғаннан кейін сіз мұнда осы сервисті қолдану талаптарымен келісемін және create your free account. Осы батырманы басасыз, сол кезде сіз бұл сервиске тіркелесіз. Ал енді біз бұған дейін тіркеліп қойғандықтан біз бірден аккаунтқа кірейік. Аккаунтыңызға кірген кезде бұл жерде сізге осы бағдарламаны жүктеп алуды ұсынады. Әрине бұл сервистің екі өнімі бар, ол VideoScribe және StoryPix. Біздің жағдайда бізге керегі ол VideoScribe, ал StoryPix ол басқа нәрсе, ол жайлы біз алдағы уақытта айтатын боламыз. Дәл қазіргі уақытта біз VideoScribe бағдарламасын жүктейміз, ол үшін мына download батырмасын басасыз. Және де мұнда сізге компьютеріңіздің характеристикасына байланысты екі түрлі нұсқа ұсынады. Ол Windows 32 бит болған жағдайда және 64 болған жағдайда. Сонымен қатар, егер де сіздің компьютеріңіз iMac болса, яғни ол Apple өнім болып табылады, онда сіз үшінші сілтемені басасыз. Енді көп жағдайда ол Windows болады, сондықтан мұндағы Download Windows 64 бит батырмасын бассаңыз, бұл бағдарлама сіздің компьютеріңізге жүктеледі. Файлдың өлшемі, яғни салмағы 133 мегабайт. Егер де интернет жақсы болса, бірнеше минуттарда сізге жүктеледі. Бағдарлама жүктеліп болғаннан кейін ол өте стандартты түрде орнатылады, яғни барлық шарттарға келісесіз. Сондықтан біз ол бөлімді толығымен көрсетпейміз. Және толығымен орнатып болған кезде сізде мынадай түрде бағдарлама ашылуы керек. Осы бет ашылғаннан кейін мұнда сіз сервиске тіркелген логиніңізді, яғни электронды мекен жайыңызды, және де сол жерге енгізген құпия сөзіңізді, және мұнда тілді, тіл әрине мұнда орыс тілі жоқ, тек қана ағылшын тілі ғана бар. Сондықтан ағылшын тілінде қала берген дұрыс, және логин батырмасын басасыз.
Бағдарламаның ішіне кіргеннен кейін сізге мұнда example scribe, яғни бұл бағдарламамен не жасауға болатынын көрсетеді. Сіз бірінші осыны тексеріп алсаңыз болады. Яғни бұл бағдарламаның көмегімен осы тектес видеоларды жасай аласыз. Бұл видео презентация жасаудың тағы бір креативті әдісі болып табылады. Ал егерде example scribe-пен танысып болсаңыз, онда сіз өзіңіздің жұмысыңызды бастауыңызға болады. Ол үшін қайтадан негізгі бетке ораласыз. Және де мұнда create a new scribe батырмасын басасыз. Сол кезде сізге жаңа бет ашылады. Енді осы бет ашылса, неден бастаймыз? Ең бірінші, егерде сізге сурет қажет болатын болса, онда сіз оң жақтағы төменде тұрған 3 батырма бар. Ол сурет орнату, немесе текст орнату, немесе қандай да бір диаграмма орнату. Біз біріншіден бастайық, сурет орнату. Осы батырманы бассаңыз, онда сізге мұнда өте көптеген осы сервистің өзінің суреттері шығады. Өте көптеген және әр түрлі тақырыпта. Енді бізге қызығы көбінесе ол білім саласы болғандықтан, мұндағы мысалы education online батырмасын басып көрейік. Сол кезде сізде мұнда осы бөлімдегі барлық суреттер қолжетімді болады. Міне мұнда 10 бөлім бар, кез келгенін таңдай берсеңіз болады. Мысалы, мұнда бір тақтаны таңдап көрейік. Міне осылай сіздің тақтаңыз түседі. Енді осы тақтаны қол қалай салып көрсетеді, соны тексеріп көру үшін мұндағы оң жақтағы жоғарыдағы play батырмасын басасыз. Сол кезде бұл тақта толығымен қалай салынатыны осылай көрінеді. Егер барлығы дұрыс болатын болса, онда біз келесі батырмаға өтсек болады. Келесі батырма ол бізде текст. Текст батырмасын басасыз. Мұнда мысалы кез келген сөзді енгізсеңіз болады. Біз мысалы физика сабағы деген сөзді енгізейік. Міне, мұнда біздің физика сабағы деген сөзіміз түсті. Енді осы сабақты кішкене жоғары қарай көтерейік. Енді осы текстті қалай жазатынын тағы да бір тексеріп көрсек болады. Міне, осылай жазады екен. Сондай-ақ сіз мұнда осы суретті салу барысында фондық музыка қойсаңыз да болады. Ол үшін сіз мұнда бірінші тұрған батырма Scribe Music батырмасын басасыз. Сол кезде сізге мұнда өте көптеген тегін музыкаларды ұсынады. Кез келген біреуін таңдайық. Мысалы, мұна бір музыка және тыңдап көрсеңіз де болады. Егер де музыка ұнайтын болса, онда сіз мұндағы галочка батырмасын басасыз. Сонда осы суретті салу барысында енді сіз таңдаған музыка ойнап тұратын болады. Сондай-ақ, егер де сіз музыка емес, өзіңіздің даусыңызды жазғыңыз келсе, онда сіз мұндағы екінші тұрған батырма, яғни voice over батырмасын басасыз. Сол кезде сізде мұнда микрофон таңдауды сұрайды. Әрине сіз өзіңіздің микрофоныңызды көрсетесіз. Содан кейін мұндағы қызыл батырманы басасыз. Сол кезде сіздің дыбысыңыз жазылады. Яғни осы сурет салынып жатырған кездегі осы суретке байланысты айтылатын сөздердің барлығын сіз видеозапись ретінде осы жерге айта аласыз. Егер де сіз қандай да бір бұған дейінгі жазылып қойған аудиожазбаны немесе интернеттен қандай да бір аудиожазбаны орнатқыңыз келсе, онда сіз мұнда көрсетілген import mp3 немесе import mp3 from URL осы екі батырманың бірін басасыз. Егер де сіз біріншісін бассаңыз, онда сіз компьютеріңізден кез келген аудиожазбаны жүктей аласыз.
ал екіншісін бассаңыз сәйкесінше интернеттен дыбыстар жүктеуіңізге болады. Сондай-ақ сіз осы анимацияңыздың артындағы фонды өзгерте аласыз. Мұнда өте көптеген фондар бар. Мысалы, мына фонды таңдайтын болсақ, онда біздің видеомыздың артында сұр түске айналады. Ал келесі батырмада сіз осы жердегі қолды ауыстыра аласыз. Мұнда өте көптеген қолдар бар. Ер адамдардың қолдары, әйел адамдардың қолдары, немесе тағы да басқа, немесе ешқандай қол жоқ, тек қана сурет өзімен өзі салына беретінде нұсқалары бар. Егер де осылардың бәрін жасап болсаңыз, енді біз осы суреттердің баптауларына келеміз. Ол үшін сіз мұндағы көрсетілген суреттерге барасыз. Және де осы жерде әр түрлі батырмалар бар. Мұндағы Hide Element батырмасын бассаңыз, онда бұл сурет көрсетілмей, бірден келесісіне өтіп кетеді. Немесе мұнда Delete Element арқылы сіз бұл суретті өшіріп тастай аласыз. Ал енді маңызды батырма ол Element Properties, яғни осы батырманы басқан кезде сіз осы суретке байланысты әртүрлі баптаулар енгізе аласыз. Мысалы, мұндағы тақтаның түсін өзгерте аласыз. Мысалы, қызыл түске қойып көрейік. Онда айналасы қызыл болды. Немесе мұндағы жазудың түсін өзгерте аласыз. Сондай-ақ осы жазудың қаншалықты көрінетін, яғни прозрачность деп айтады орысша. Прозрачность қанша процент болатын өзгерте аласыз. Сондай-ақ бұл сурет па, немесе қол жай ғана қозғалтып алып келеді ма, осыны да өзгертуге болады. Мысалы, Draw батырмасын басатын болсаңыз, онда бұл жерде суретті салып көрсетеді. Ал егер де Move In батырмасын басатын болсаңыз, онда бұл тақтаны жай ғана бұлай алып келіп қояды. Ал егер де Fade In батырмасын бассаңыз, онда ол жай ғана өзі пайда болады. Деген сияқты осы баптаулардың барлығын өзгерте аласыз. Сондай-ақ мұндағы суретті салу, немесе суретті жылжытып әкелудің уақытын өзгерте аласыз. Мысалы, мұнда 8 секунд деп тұр, әрбір суретке 8 секунд береді. Бірақ ол сіз үшін тым көп болатын болса, онда сіз оны азайта аласыз. Қысқасы, осы бөлімде сіз суретке байланысты барлық баптауларды енгізе аласыз. Тура осылай сіз өте көптеген суреттер, тексттер, диаграммалар өз қалауыңыз бойынша өзгерте бересіз. Барлығы дайын болған кезде мұндағы Download батырмасына барасыз. Және де осы жерде сізге әртүрлі нұсқаларды ұсынады. Мысалы, осы компьютерге жүктеу, немесе басқа бір сайтқа бөлісу, немесе YouTube арнасына бөлісу, мұнда Vimeo деп аталатын басқа бір ақпараттық ресурсқа бөлісу, немесе PowerPoint ретінде жүктеп алу. Енді көп жағдайда бізге өзіміздің компьютерімізге видео ретінде түскені қажет болады. Сондықтан біз осындағы бірінші батырманы басамыз. Ал мұнда сізге қандай форматта сақтау керек екенін сұрайды. Мұнда форматтар өте көп. Бұл егер де видео ретінде қаласаңыз, онда осы MOV форматында сақтаған дұрыс болады. Сондай-ақ осы файлдың аты, енді біздің жағдайда ол тест файл болсын. Сондай-ақ бұл видеоны қайда сақтау керек? Яғни дәл қазір ол біздің жұмыс үстелімізге түседі, яғни рабочий столға түседі. Егер де барлық баптауларды енгізсеңіз, онда мұндағы галочка батырмасын басасыз. Сонда бірнеше секундта бұл видео сіздің компьютеріңізге жүктеледі. Жүктеліп болғаннан кейін автомат түрде өзі ашылады. Және осылай видео көрінеді. Біз әрине өте қысқа нұсқа жасадық, бір ғана тақта және бір ғана сөз. Ал сіздің жағдайыңызда өзіңіздің видеоңыздың мазмұнына қарай шексіз суреттер, шексіз сөздер, шексіз иллюстрациялар, сондай-ақ шексіз диаграммаларды да орната аласыз. Сондай-ақ өзіңіздің суреттеріңізді де енгізсеңіз болады. Міне, VideoScribe деген бағдарлама осылай жұмыс жасайды. Әрине, бір ғана видеоның ішіне бұл бағдарламаның бүкіл функциясы сыйғызу өте қиын, сондықтан әлі де өзіңіз зерттеп көресіз. Бұл қатты қиын емес. Қандай да бір сұрақтар болса, осы видеоның астына комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.
Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.